Бүгінгі физика пәнінен сабақты бастамас бұрын үйге берілген қандай тапсырма беріледі? Үйге кім айтады үйге берілген тапсырманы? Айдана? Аға жақсы, яғни әртүрлі ортадағы электр тоғы да бар ғой. Енді біздер сабақты бастамас бұрын күнделікті әдет бойынша өзіміз топтарымызбен топтасып алайық. Ол үшін мен сіздерге алып келген жұмбақтар бойынша бірінші сұраққа жауап берген бірінші команда болады, бірінші топ болады, екінші топ болады, үшінші топ болады. Осы бойынша топтарға бөлініп алайық. Ал сұрақ жасырам, жауабын тапқан бірінші адамға бірінші топқа беріп отырады. Таңертең 4 аяқты, күндіз 2 аяқты, кешке 3 аяқты. Таңертең 4 аяқты, күндіз 2 аяқты, кешке 3 аяқты. Білеміз бе? Білеміз бе, білмейміз бе? Жақсы. Келесі екінші сұрақ. 7 бауыр туыспыз, атымыз өзге демесең, жұмған жұдырық уыспыз. 7 аптаға неше күн? 7 аптая. Кім айтып отырмыз? 7 күн деп. 7 күн деген кім мына жерде? Кім айтқан? Руслан, сен айтқан кел мына жерге бірінші топқа кел. Марина, сен орын ауыстыр. Келесі. Уақытламаймыз іздеміз. Бас, құлақ, мойны бар. Өтірген шанағы бар. Әндетіп шығар әні бар. Бұласпап, қаяспап. Жоқ, шанағы үлкен. Не ол? Қобыз. Кім айтқан? Сен айтқан? Екінші топқа кім? Қобыз емес жоқ, олаймыз дұрысымыз. Жоқ, қобыз дұрыс, бірақ сен дейтін. Бірінші топтың баласың отыра береді. Сен шешпейсің енді сұрақты. Так, келесі. Жетішектен 7 түрлі ән шығар. Әуезінен жетіген. Неге бар? Так, жетіген дейтін бірде екен. Отыра берші бірінші неге. Так, көз жасты жылауы келе жатыр бір алып. Жабырқаса жылайды, жадыраса тарайды. Жоқ. Кім айтқан жаңбыр деген? Сен ба? Ұнас, так, екінші егер. Бұл. Келді, егер. Кім? Сен орында отыр. Келгенше шамасы аямайды көмегін. Бар адамзат баласы содан алады көмегін. Не ол? Так, дұрыс. Ешінші сен үште отыра бер бұл жерде. Аппақ бірақ сүт емес, аппақ бірақ бұр емес. Аспаннан ол түседі, даланы ақпен жабады. Сен жауап бермейсің мұны. Мына жерде орын ауыстырғанда жауап бермейді. Қар. Кім? Бері қарай кел. Бірге кел. Жабағыны ұшырдым, жерге мұншақ түсірдім. Мұншақта түседі не ол? Бірінші орны алып кеткендер не істемейді, ауыспайды. Екінші топқа бар. Кім айтқан жаңбыр деген? Жаңбыр сен бар? Кім айтқан? Кім жаңбыр деген? Кел мына жерге. Сен кім ауыспайды, орны ауыстыр тезін. Көңілдейді құлаққа, оны ешкім көрмейді. Кім ол? Зәт ол? Жер, дұрыс. Үшке барсың. Жиып теріп болатын, қамбаға астық болатын, қызыл қырманы ойнайтын қай мезгілде болады? Қай мезгілде болады? Мен ауысқандар айтпайды дедім, сен бір сен отыра бер. Онда әке-шешем тұрады, мына орын ауыстырғандар жауап бермейміз. Онда әке-шешем тұрады, ата-әжем бауырым, бәрі бірге қосылып бір ұғымды құрады. Не ол? Отбасы. Төбесінде жебелек, ұшады өзі керемет. Не ол? Жоқ, төбесінде жебелек, ұшады ол керемет. Не ол? Не ол ұшады? Вертолет. Айтқан күмшақ. Ешкім отыр, әлі отыр. Үште отыра бер. Өзі арық, сөзі әрік. Өзі арық, сөзі әрік дейді. Жоқ, зақ бұл. Немен жазамыз? Қаламмен жазамыз, қаламмен. Так, кем мына жерге? Кім жауап берген жоқ? Жауап берген жоқ, мен ауысып, Маринамен. Так, сөзі дана, үні жоқ, сөйлемейді, тілі жоқ. Қолына алсаң шешем, ақылы асқан көсем. Зәт бар. Шешпейміз едім, орын ауыстырғандар. Так, кім? Жұлдыз екке бар. Кім әзір кім шешкен жоқ? Ян шешкен жоқ. Ян сатшымен ауысып. Жұлдызбен ауысып. Жердің жүзін шарлайсың, онсыз еш жерге бармайсың. Көлікпен де жаяуда
саралайсың, таңдайсың. Немен жүреміз біздер? Немен? Немен? Немен жүреміз? Машинамен ба? Жолмен жүрмейміз ба? Жолмен жүрмейміз ба? Жол. Келесі, сатайын десем ауыр келем, сатпайын десең тәуір келем. Кім? Не ол? Біздің тұрған планетамыз не планета? Жер планетасы. Соңғы жағынан ауыспай қалды. Кішкене ғана тостаған, бұл жер дүниені бастаған. Не ол? Кішкене ғана тостаған жер дүниені бастаған. Көз шеше алмады. Жақсы, егер жауап бермегендерін сол өзіміздің орнымыздан отырып қаламыз. Түсінікті ғой, жақсы, келесі. Егер тапсырма, айтып өттік, әртүрлі жолда электр тогы. Жалпы электр тогы деген кезде біздің алдымызға не елестейді электр тогы дегенде? Электр тогы дегеніміз не ол? Энергия. Солай ғой, осы біз электр тогын қайдан аламыз? Күннен. Бізге қазір келіп тұрған, мысалы, күннен алып отырып қалып атом электр станциялардан аламыз. Солай ғой, атом электр станциясы. Осы атом электр станциясы деген не ол, және ол қалай жұмыс жасайды? Атом деген сөзді жалпы қалай түсінеміз? Атом біз 8-ші класста да 9-ші класста да өттік. Атом деген сөз не ол? Атом деген. Атом деген кезде жарыс деген сөз. Тағы атом деген. Атом дегеніміз не ол? Атом. Жақсы, әркімді әрі жауап беріп жатыр. Атом дегеніміз не екенін қазір түсінеміз. Бүгінгі сабақтың мақсаты Қазақстанның энергетикалық ресурстарын пайдаланудың физикалық негіздерін ұғыну, оқушыларды техникалық бағытта бейімделудің энергетикалық негізгі салалары, жылу электр станциясы, гидроэлектр станциялары, атом электр станциялары негізгі құндылықтар мәліметтер беру және оқушылардың энергетика саласына бейімдеу және оқушылардың теориялық практикалық білімін кеңейту. Біздер бірінші бұл осы атомның не екенін білу үшін мына видеоға қараймыз және оны тыңдаймыз және осыны ішіне біз қазір қорытынды шығаруымыз керек. Не істейміз? Атом энергиясы есебінен шешуге болады. Действительно, атом энергиясы ең даулы энергия көздерінің бірі. Оның басты артықшылығы атом энергиясы табиғи отынның жақсы баламасы бола тұра, айналаны ластайтын газ шығармайды. Табиғи отын энергия шығару үшін жану керек, ал атом энергиясы ешқандай қамтусыз-ақ атомдардың бөлінуі негізінде жылу бөледі. Атом энергиясының басым бөлігі жерден алынатын радиоактивті металл ураннан алынады. Уран қоры шектеулі, яғни ядролық энергия қоры техникалық түрде қайта қалпына келмейді. Қалай болғанда да өте аз көлемдегі уран өте көп мөлшерде энергия шығарады. Бір атом өзге шамалас көлемдегі көмірден салыстырғанда 10 миллион есе артық энергия береді. Уран қоры бірнеше жүздеген немесе мыңдаған жылдарға дейін жетеді деген болжам бар. Мысалы, Франция атом энергиясын кең пайдаланады және оны электр энергиясының басты көзі деп біледі. Десе де көптеген елдер оны игеру мен қалдықтарын жою кезінде туындайтын қауіп-қатерлерге орай атом энергиясын қолданбайды. Ядролық энергияда қолданылатын заттар радиоактивті, олардың әсері түрлі ауруларға тіпті қазаға әкеліп соқтыруы мүмкін. Атом электр станцияларының қалдықтары мыңдаған жылдарға дейін радиоактивті болып қалады. Қалдықты қажетке жарату күрделі әрі қымбат. Апат бола қалған жағдайда қоршаған ортаға өте көп мөлшерде радиоактивті заттар бөлінуі мүмкін. Чернобыль атом электр станциясының реакторы жанған кезде болған апат соның мысалы.
қауіпсіздік ережесін қатаң сақтау арқылы Чернобыльдегідей апаттың алдын алып, ядролық энергияны дәстүрлі отынның таза да тұрақты баламасы ретінде пайдалануға болады. Бірақ атом энергиясын қолданудың тәуекелі өте жоғары екені рас. Пікірталас әлі де жалғасуда. Не түсіндік? Атом электр станциясын туралы, атом энергиясы туралы. Не түсіндік? Не түсіндік? Атом электр энергиясын алу үшін қандай элемент қолданамыз десеңіз, уранды пайдаланамыз. Солай ғой, уран ауыр элемент. Осы ауыр элементтің не істеген кезде энергия бөлінеді? Ауыр элементті бөлген кезде не бөлінеді. Ал оның артықшылығы не деп отыр? Одан энергияны пайдаланғаны, оның пайдаланған қалдықтары жаңа кезде ол не істейді? Ауаны ластамайтын керісінше қалдықтар шығарады. Ал бірақ оның қалдықтары не екен? Адам денсаулығына зиян. Солай ғой, түсініп отырмыз ғой, енді жалпы жұмыс істеу принципіне көшейік. Қандай екенін, атом электр бөлінбек деген сөзінен шыққан албы. Қазіргі кезде ғылым мен техниканың дамуы кезінде ол атомды арай бөлінетінін, ауыр элементтерден энергия алатынын ғалымдар өздері ойлап шығарып, яғни қазіргі кездегі атом электр станциясын қондырғылары. Атом электр станциясы ядроның нейтрондармен әрекеттесуінен әсер өзін туған энергия көмегімен жұмыс жасайды. Ядролық реакторды жылу шығарғыш элемент цилиндр немесе пластина түріндегі ядролық отын. Оған мыналар жатады. Оң зарядты атом ядросын құрайтын бірнеше ауыр протондар мен электр зарядтары мүлде жоқ нейтрондар. Енді бұл жердегі суретте көріп отырғанымызда біздің атом электр станциясының ұстанымдық сұлбасы қалай жұмыс жасайтыны туралы бізге айтып өткен. Ары қарай даму жайында, атом энергиясының даму жайында мысалы қазір қысқаша айтып өтейін. Биылғы 2022 жылдың 3-ші қыркүйегінде Ресейдің Владивосток қаласында өткен Шығыс экономика форумының пленарлық отырысында Қазақстанға атом электр станциясы қажет деп көрсетті. Бұл сөзді еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев осымен екінші рет қайталап өтті. Атом десе, біздің халық Антон алағашат, Антон. Міне, содан бері атомнан аулақ деп айғалам салып жүрген жұрт әлеуметтік желіні өртеп жүруге шақ қалыпты. Әрине, олардың сау басымызға сақина тілемейік деген жақсы көңілін түсінуге болатын шығар. Себебі, жаңа айтқандағыдай, Чернобыльде болған жарылыстан кейін халықтың көз алдында атом электр станциясы салынса, оның үстінде апат болады, яғни апаттың зардабы ары қарай біздің өскелең ұрпағымызға зиян келеді деген ойменен атом электр станциясын салуға қарсы болды. Солай ғой, ары қарай. Бірақ біздің көп айтса көнді, жұрт айтса болды демей, хайыппен емес, байыппен бағам деп, алдымен бізге атом электр станциясы не үшін қажет болатынын ғылыми түрде зерттеп көргеніміз дұрыс. Сонда ғана президенттің Қазақстан атом электр станциясы қажет деген мәлімдемесін толық мәнін түсіндіре алар еді. Атом десе болды, біздің халықтың есіне алдымен Екінші дүниежүзілік соғыста атом қаруынан қырылған Жапон, одан қалай еместе келмеске кеткен кеңес үкіметі кезіндегі талай жанын жаншалмаған Чернобыльдегі сағыз Семей полигон түседі. Біз көбіне оның қауіпті жағын ғана білеміз, ал екінші жағы энергия көзі тұрғысынан қарағанда оның әлдеқайда қауіпсіз екенін, үш ұйықтасаңыз да түсіңізге кірмейтін өнімді энергия қайнары екенін біле бермейтінін білеміз, көреміз. Солай ғой, біздерде тек айтылатыны не осы атом электр станциясының зардабы ары қарай. Егер жарылыс болған кезде, жаңа айтып өтті ғой бейнеде, егер жарылыс болған кезде ол ары қарай біздің ұрпағымызға зиян, бірақ ол жерде біздегі энергия көзін қалай аламыз, қалай жасаймыз, осы жөнінде бізге айтылмайды. Енді біздің ел үшін атом электр станциясын сот талдау жүргізейік. Сот талдау дейтін әлсіз жағы, күшті жағы және мүмкіндіктеріміз, қауіптеріміз. Қандай жақсы жағы, күшті жағы? Жаңа қандай элементтен алады дедік біздер? Ураннан алады дедік. Уран дейтін элемент біздің Қазақстанның өзінде істейді, өндіріледі. Тыңдаймыз, күшті жағы. Уран қоры бойынша екінші орында. Қазақстан екінші орында уран қоры бойынша.
жерасты синтезсіздендіру әдісі арқылы өндіруге болатын әлемдік уранның 85% Қазақстанда. Яғни реакциясыз алынатын уранымыз біздің 85% не деген Қазақстанда. Біздің Қазақстан жалпы табиғи қорға бай жеріміз. Отын ұнтағы мен таблеткасын шығаратын үлкен зауыт, Өскемен металлургия зауыты Қытай мен Ресей сияқты экономикасы дамыған мемлекеттермен көршілес орналасқан. Дамыған елдермен бізде не екен? Көршілес орналасқан. Келесі әлсіз жағы Қазақстанда атом электр станциясы жоқ. Қазақстанда жоқ. Уранды байытатын технологияларының болмауы. Ресейдің Ангарск, Новоуральск қалаларында Ресей мен Қазақстан бірігіп уран байытып жатыр. Уран өндірісінде шетелдік инвестициялардың уран қорындағы үлесі 58%, ал Қазақстанға 42% тиесілі, ал өндірістің тек 50% ғана Қазақстанға тиесілі. Сонда несі әлсіз жағы біздің әлі де уранды несі үшін дамыту үшін, яғни не салу керек бізге, сонда Қазақстанға атом электр станциясы салыну керек. Мүмкіндіктеріміз әлемдік ядролық ренессанс болатын болса, болашағы бар ядролық отын өндіріп атом электр станциясы салу, вертикальді біріктірілген компаниялар бәсекелестікке өте қабілетті болу, атом энергетикасына берік орынды иелену. Қауіптері әлемдік ядролық ренессанс болмаса, онда вертикальді біріктірілген компаниялардың түсімі мен таза пайдасының азайы мүмкіндігі, қауіптер ядролық отын циклінде технология жағы жоба бойынша серіктестерге тәуелділік, артық әртараптандыру қаупі. Яғни біздің қаупіміз бұл жердегі балалар, егер біздер айтып отырген өзіміздің Қазақстанымызды өзіміз дамытып ары жұмыстанбайтын болса, біздердің келетін инвестицияларымыз неден келеді? Шетелдерден келеді. Түсіндіңіз бе? Түсіндік қой, ары қарай атом электр станциясы басқаша салынуы мүмкін деген болжам бар. Қазақстанда атом электр станциясы қайда деді? Алғашқы индустрия және жаңа технологиялар вице-министрі Бақытжан Жақсалиевтің сөзіне қарағанда, Қазақстанда атом электр станциясын салу үшін кем дегенде 10 жыл уақыт керек. Біздіңше ол 25 жылға қарай болады дейді вице-министр. Қазақстанда сонда болашақта атом электр станциясы салынады деген болашақта не бар? Себебі біздің Қазақстанның өзінде өндірілетін ураннан біздер шикізат шетелден алмаймыз, біз өзімізден келеді. Сондықтан бізге егер атом электр станциясы салатын болса, бізге не болады деген сөз ол дейді. Біздің алатын энергияларымыз, электр энергияларымыз арзанға түседі деген сөз. Түсіндіңіз ғой? Себебі біз шикізат алмаймыз. Түсіндік қой? Келесі, енді дүниежүзіндегі атом реакторларының саны бізде бүгінгі жағдаймен салыстырғанда дүниежүзінде 440-қа жоқ атом электр станциясы жұмыс істейді. Әлем бойынша. Біз Қазақстанның жайды өттік, енді жол керін, енді әлем бойынша. Олардың бәрі де әлемнің 30 елінде шоғырланған 103 атом электр станциясы ақш-та, 59-ы Францияда, 55-і Жапонияда, қарап отырсақ, 31-і неде орналасқан, Ресейде орналасқан. Сонда қазір тағы да осы реактор салынады дейді. Сонда қарап отырсақ, Франция, Жапония деген қандай елдер? Қандай дамыған? Бұнда Америка дейді. Солар тұр ғой, бұлар не үшін? Қалай білесіңдер? Не үшін бұлар атом электр станциясын салған? Не үшін? Қалай білесіңдер? Не үшін? Не істеу үшін? Энергия көзін алу үшін. Бір, екінші? Даму үшін. Ары қарай. Айта беріңдер. Сосын? Арзан болады сосын. Жоқ, шикізат қоры өзіңнен болғанда жаңа айтты, Қазақстан 85%. Олар шетелден экспортты алып келіп отырса, оларды не үшін деп ойлайсыздар? Тағы да. Не істеу үшін? Табиғатты ластамау үшін. Неге? Себебі жаңа айттық қой, жаңа видеода айттық. Егер ол энергиядан шығатын қалдық, олар қалдықты, олар ары не істеп отырады? Олар шығатын, сол энергиядан шығатын ауаны ластамаса да, олардан шығатын қалдықтарды олар не істейді? Ары қарай өңдеу арқылы, олар ары қарай өңдейді, қалдырмайды. Түсіндіңіз бе? Сол үшін осы дамыған елдерде атом электр станциялары салынады. Көріп отырмыз ғой, атом электр станцияларының үлесінде әлемде өндірілетін электр қуатының 16% тек. Жекелеген елдерде бұл айырмашылықтар. Францияда ядролық электр станцияларының үлесінде
қолданатын барлық электр қуатының 78, ал Қытайда барлығы 2% тиеді, 2% тиеді. Екінші энергетикалық ресурстары жаңа біздер айттық, қайта өңдеу процесінде қолданылмаған сол қалпында сұранысқа түспеген шикізаттарды біздер қалдықтар деп атаймыз, бар ғой, иә? Қалдықтар деп атаймыз. Енді осы қалдықтарды біздер ары қарай не істейміз? Біріншіден біз энергия алатын болсақ, ары қарай екіншіден не істейміз? Я өңдеу арқылы біз ол шыққан энергияның несі жаңа қалдықтарымызды өзімізге не істейміз? Тұтынамыз. Солай ғой, ары қарай келесі, жаңа айттық, уран дейтін периодты жаңа айттық, қандай металл нені қолданамыз дедік, элементті уран дедік. Уранның қандай қасиеті бар? Уран периодты жүйедегі атомдық нөмірі 92 болатын химиялық элемент. Атомның массасы 238. Ол бейінен сосын актиондыққа жатады. Уран бәсекелестік қабілетті анағұрлым жоғары энергия көзі болып табылады. Жаңа айттым, жаңа жалпы құны жағынан тиімді. Сосын мысалы 1 килограмм уранды жаққан кезде көмірде бөлінген энергияның өзі 20 000 есе электр қуатын бөледі. 20 000 есе. Сонда деген 1 килограмм уран дейтін кішкентай ғана килограмм қойып массасы осының өзі не істейді екен? 20 000 есе, яғни өте көп энергия көзін береді екен. Көрдіңіз, сол үшін атом электр станциялары салу бізге қажет деп отырғанымыз осы. Енді ары қарай келесісін қарайық. Бұл жерде ураннан басқа екінші элемент, бұл жерде сутегі. Бізде көбіне көп айтылатыны уран болатын болса, одан екінші элемент сутегі. Сутек элементінде бұл жерде тағы бұл жерде бөлген кезде бұл сутек элементтің не істейді екен? Біз білеміз ғой, сутегіні H2O су, сутегі біз нені аламыз? Сутегі судан алынады. Суды біз пайдаланып жүрміз. Солай да, енді ары қарай келесі сіздерге қазір тапсырма беремін. Тапсырманың сіздер күн атом электр станциясынан басқа біздерде жер электр станциясы, су электр станциясы және күн электр станциялары бар біздің Қазақстанда. Солардың қандай жұмыстар жасалынады, осылар бойынша сіздер күн электр станциясына қағаз беремін. Сол жөнінде кітаппен жұмыс істеген іздеп, күн электр станциясы, сосын сіздер жел энергетикасы және сіздер су бойынша жазып бере қоямыз сіздердің кітаппен жұмыс істеген сосын соны қорғап шыға қоямыз, постер қорғаймыз. Жел энергетикасы, сосын сіздер су, сіздер күн. Тез жауап бере қойып тез ұйымдасып. Одан басқа күн энергетикасы, тапсырмасы су энергетикасы бойынша неше не білеміз, күн жаза қоямыз. Сосын қорғаймыз. Берген тапсырма бойынша дайын топтар келіп постер қойға başlamыз. Кім дайын, қай топ дайын? Дайынсыздар ма сіздер? Келеріңіздер қоғаттарыңыздар. Энергетикасы, энергетика, бірінші жүйелес күн және энергетика. Күн энергиясын әртүрлі амалдар арқылы пайдалану. Күн үлкен энергия қорына ие. Жылына жер бетіне түсетін энергия 7,5 1017 киловатт сағатқа жетеді. Күн энергиясы маңызды артықшылықтардың бірі қоршаған орта қауіпсіздігі және арнайы жеткізу құралдарының қажет еместігі болып табылады. Сонымен қатар кемшіліктері де бар. Күн энергиясын алудың тұрақсыздығы, күн жүйелі түнде жұмыстамайды, ал кешке және таңертең станция тиімділігі бірнеше есеге төмендейді. Жақсы, сонда күннен энергия алуға болады, бірақ ол тиімді ме, тиімсіз бе? Тиімсіз болады. Себебі, түнде оны біздер энергия ала алмаймыз. Жақсы, отырағымыз келесі. Сіздер қандай энергетикада жер айта қош, абысайды айта қош. Дайынсың ба?
Жел энергетикасы жел энергиясын механикалық жылу немесе электр энергиясына түрлендірудің теориялық негіздерін әдістері мен техникалық құралдармен жасаумен айналысатын жаңартылған энергетиканың саласы. Жел энергиясының басқа энергия көздерімен экологиялық және экономикалық артықшылықтары көп. Жел энергетикасы қондырғыларының технологиясын жетілдіру арқылы оның тиімділігін арттыруға болады. Жел энергетикасы тұрақты пайдалану үшін жел энергетикасы қондырылатын басқа энергия көздерімен кешенді түрде ұштастыру қажет. Республикасының шығыс, оңтүстік аймақтарында су электр станциялары мен жел электр станциялар біріктіріп электр энергиясын өндіру өте тиімді. Қыс айларында жел күші көбейсе, жаз айларында азаяды. Ал су керісінше қыс айларында азайса, жаз айларында көбейеді. Сөйтіп энергия өндіруші біршама тұрақтандыруға болады. Желдің жалпы қуаты 5000 вольттан астам деп болжануда. Бұл өте зор энергия көзі әрі көмір мен мұнайды газды үнемдеуге және әсері қоршаған ортаны ластаудан сақтауға мүмкіндік береді. Жақсы, сонда жел электр станциясын пайдаланатын болсақ, сонда ол нені табиғатты ластамайды, ластамайды. Бірақ дейтін оны міндетті түрде үнемі жүріп болып тұратын жерге жел электр станцияларын салған жақсы. Түсіндіңіз ғой? Келесі сіздер су энергетикасы бойынша Су энергетикасы энергетиканың су қорларын қуатын пайдаланумен айналысатын саласы. Алғашқы су энергиясы диірмендерден, стандарттардан, балалардан, ауа үрлегіштерден тағы да басқа жұмыс машиналарының штектерінен пайдаланылады. Гидравликалық турбина электр машинасы жасалып, электр энергиясы гидравликашықтыққа жеткізу тәсілі табылғаннан кейін, сондай-ақ су энергиясы су электр станцияларында электр энергиясын түрлендіру жолымен жетілдендіру байланысты су энергетикасы электр энергетикасының бір бағыты ретінде дамыды. Сіз жылу. Жақсы, сонда су энергетикасы да барлығы да біздегі Қазақстан бойынша бізде электр станциялары бар. Электр станциялары. Сондықтан олардан үнемі не болып тұру керек екен, оларда үнемі су электр станциясы болатын болса, судан ағыны қатты болу керек. Жел электр станциясы алғыш, міндетті түрде олар желі болу керек, және күннен болатын болса, міндетті түрде күннен алатын болғаннан кейін табиғи олардың барлығы қандай не болады, энергия алу көздері болады, табиғи энергия алу көздері болады. Ал атом электр станциясы, яғни атомнан энергия алу деп отырғанымыз, ол дейтін міндетті түрде жасанды, солай ғой, атом ураннан алатын болса да ол табиғи бола бермес, уран элементі, бірақ оны уранды бөлу арқылы не істейді екен, энергия алады екенбіз. Енді бізде Маңғыстау облысында атом энергия комбинаты бар. Ол атом энергия комбинатының қызметі қандай қазіргі таңда? Біздер маек дейді, білеміз, маектер, светті маектен айтамыз, бірақ біз оны кім жасап жатыр ол жерде, ол қашан ашылды, оны кімде жұмыс жасайды, ол жерде оның қандай басқа да тек қана энергия бермейді, басқа қандай не беретіні жайлы біз білмейміз, бірақ біз маектен свет алатынын біз білеміз аула бойынша. Қала бойынша да. Тыңдаймын, Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты, Маңғыстау атом өнеркәсіп ұлттық компаниясына қарайтын энергетикалық кәсіпорын, яғни үлкен мекеме. Кәсіпорынның негізгі міндеті тұтынушыларды электр энергиясымен, отыменен, дистиллят және сумен қамтамасыз ету. Маңғыстау түбегі энергетикасы жеті электр және жылу беру кәсіпорны тіркелген, қуаттылығы 800 киловатт энергетикалық пойыздың келуінен басталды. Маңғышлақ энергия зауыты Каспий аймақтық кен комбинатынан бөлінді. Тарихы бұл бізде ең бірінші атом энергетикалық комбинаты. Балар бастан айтып өтем, арада өзіміз тапсырмаға өтеміз. Тарихы 1962 жылы 5400 киловатт кернеуі 6 киловатт вольт желдер мен қосалқы станциялардың цехының дизель экстенциялары
дизельдік станциялар іске қосылады. 62-ші желтоқсаннан бастап 63-ші желтоқсанға дейін, яғни қуаттылығы 12 мегаватт 6 вольт және 35 киловатт 12 қондырғысы іске қосылады. Жалпы осылай 62-ші жылдан бастап Маңғыстау энергия комбинаты жұмысқа қосылады. Ары қарай ол не істейді? Қазіргі таңда осы қалай жұмыс жасап тұр? БМ 350 атом электр комбинаты дейтін болды бізде. Сол БМ 350 атом электр комбинаты қалай жұмыс жасады? Осы жөнінде үйге тапсырма атом электр станциясының алып кетеміз. Именно осы біздің Маңғыстаудағы атом электр станциясын осы жөнінде жазып кетеміз. Үйге тапсырма осы сіздерге. Түсінікті ғой, енді бүгінгі сабақтан не түсіндік? Сіздер топтан біреу, Марина, не түсіндік сіздің топтан? Сіздің топтан түсінгеніміз, біз табиғаттан энергия көздерін аламыз, күн, жел, су, олар бізге өте тиімді, ең күшті энергия беретін атом және уран. Атом электр станциясы, оның ішінде уран элементтен алынатын энергия. Так, кісі жақсы отырау келесі. Жақсы, келесі сіздер бүгінгі сабақ бойынша не түсіндік? Атом электр станциясынан айналатын уранның өзі неше проценті? 85%. Біздің қайда жүрді? Қазақстанда. Үшінші сіздер осы бүгінгі сабақ бойынша не түсіндік? Кім айтады? Қайсы күндегі айтар ол? Біз бүгінгі сабақта Қазақстанның атом электр станциясын салып және тиімділігімен ойластырдық. Жақсы, рахмет. Жақсы, бүгінгі сабаққа қатысып отырған топтар барлығыңызды жақсы деген бағамен бағалаймын. Сабақ аяқталды. Үйге тапсырма түсінікті ғой, яғни біздегі Маңғыстау облысындағы атом электр комбинатының тарихы туралы жазып келеміз. Түсінікті ғой? Рахмет, сау болыңыздар.